Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын жаппасай дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша жасап көруіңізге кеңес беремін. Ең алдымен қамырға суға тұз, бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ұнды електен өткізіп, жаймен қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қаттырақ қылып илесеңіздер, өте жақсы жайылып, және піскенде жабыспай піседі. Жақсылап қамыр илеп, оны целлофанға салып, тынықтырып қоямыз. Енді етімізді ұсақтап турап, майға қуырамыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Сонан соң оған сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Енді оған сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді пісіріп аламыз. Енді қамырымызды тағы бір қайтара бастырып қоямыз. Сол кезде қамырыңыз өте әдемі болып жайылады. Енді сәбізіміз пістау дегенде оған картопты саламыз. Картопты салғаннан кейін оның үстіне біраз қасық паприка, тұз және де бұрыш қосып араластырамыз. Енді үстіне су құямыз. Су құйғанда біздің картопымыз суға сәл ғана батып тұру керек. Сәл ғана картопымыздан асыра су құямыз. Толық піскенше жауып қоямыз. Енді осы аралықта қамырымызды жаятын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен өз арнамда тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жақсылап қамырымызды жайып алдық. Міне осындай жұқалықта болса болады. Енді осыған күнбағыс майын жағып шығамыз. Толықтай барлық жеріне жағып шығамыз.
Енді бұны оқтауға орап, 4-1 етіп кесеміз. Енді дайын болған қамырымызды осылай дәл видеодағындай бетіне жауып тұратындай етіп қойып шығамыз. Өте дәмі ерекше болып шығады, және де қамырымыз бір-біріне жабыспайды. Толық жауып шыққаннан кейін бетін жауып 30 минут қалдырамыз. 30 минут өткеннен кейін міне осылай болып дайын болады. Енді ыдысқа әдемі қылып салып аламыз. Мен осындай қылып екіге орап саламын. Қамырымызды осылай салып болғаннан кейін енді оған подливның ортасына салатын боламыз. Осылай әдемілеп салып, өз қалауларыңызша аскөктермен әсемдеуге болады. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.